Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Кабдулкарим Расул. Өзімді таныстыра өтетін болсам, мен Атырау қаласы номері 27-ші Исатай Тайманов атындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы. Ендеше бүгінгі Атырау облысының білім беру басқармасының жазғы демалыс кезінде қашықтан ұйымдастырылған лагердің кезекті танымдық апталық тақырыбы ұлы даланың ұлы есімдері. Қазақ халқы дарындылар мен таланттыларға кенде емес. Білімімен, оқыған-тоқығанымен, жемісті еңбегімен үлкен жетістікке жеткен тұлғаларды біз қашанда мақтан ете білуіміз керек. Қазақстанның ғылымында өзіндік қолтаңбасы бар. Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткерлері, медицина ғылымдарының докторы, профессор, ғалым Бейнеш Оразұлы Жарбосынов туралы айтатын боламын. Бейнеш Оразұлы Жарбосынов 1938 жылы 13 мамырда Қыдырдарып құт қонған мұнайлы мекен Атырау инженер отбасында дүниеге келген. Алматы мемлекеттік медицина университетінің емдеу ісі факультетінен 1955 жылы тәмамдайды. Институт бітірісімен 1955-1959 жылдары Атырау мен Ақтөбе қалаларында уролог дәрігер болып еңбек етті. 1959 жылдан бастап өзін аспиранттықтан ғылым докторы, профессор, академик дәрежесінде жеткізген. Алматы мемлекеттік медицина университетіндегі урология кафедрасында қызмет атқарады. Жылдары өте жүздеген адам жанына араша болып, қолы дуалы, оташы, білгір мамандығына айналады. Бейнеш Оразұлы Жарбосыновтың басшылығымен 1990 жылы Алматы қаласында урология және шұғыл нефрология базасы аясында денсаулық сақтау министрлігіне қарасты урология ғылыми зерттеу институтының негізін қаланды. Елінің дені сау болу үшін жанын сала еңбек еткен ғалым 1996 жылы профилактикалық медицина академиясының академигі және вице-президенті болып сайланды. Еуропа урологтар қауымдастығының мүшесі, бүкіл одақтық урологтар ғылыми қоғамының басқармасы мүшесі, Қазақстан урологтар қауымдастығының басқарма төрағасы болды. Тіпті Қазақстанның бас урологтар деген атақ берілді. 250-ден астам ғылыми еңбек, 15 монография жазып, 18 авторлық көлікке ие болды. Бейнеш Оразұлы Жарбосыновтың қаржылы да белсенді еңбек бағаланып, КСРО денсаулық сақтау үздігі белсендігімен, парасат орденімен, еңбек ардагері медалімен марапатталып, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғалым қайраткері атағы беріледі. 1996 жылы үкімет қаулысымен урология зерттеу орталығына осы институттың негізін салушы академик Бейнеш Жарбосыновтың есімі беріледі. Қолданған медициналық аспаптар мен пайдаланған бұйымдары осындағы арнайы мұражайға қойылған. Бейнеш Оразұлы білім мен тәжірибесі толысып, нағыз кемелденген шағымды дүниеден озды. Орнында бар орналар дегендей, айтулы азамат өмірден өтсе де өнегесізге өлген жоқ. Ғалымның үздіксіз ізденген толы өмір жолы талай ұрпаққа үлгі болары анық. Академик Бейнеш Жарбосынов көшесі Атырау қаласының Құрманғазы көшесінен басталып, Әйтеке би көшесінің аралығында орналасқан. Көшенің ұзындығы 2532 метр. Бұл көшеде бұрын бірінші депутаттар кеңесі орналасқан болатын. Осындай мағлұматтарды ала отырып, біз Атырау қаламыздағы дәл осындай атақты көшемен мақтана аламыз. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Райхан Гүлмира Бақтықожақызы. Мен Қазақстан Республикасының Атырау қаласындағы номері 27-ші Исатай Тайманов атындағы қазақ орта мектебінің 11-ші А сыныбының түлегімін. Менің жоспарлағаным бойынша 11-ші сыныпты тәмамдаған соң Нұр-Сұлтан қаласындағы жекеменшік жалпы медициналық университеттің түлегі болуды жоспарлап отырмын. Бұндағы таңдаған мамандығым рентгенология мамандығы. Неліктен рентгенология? Өйткені бұл мамандықты мен 2020 жылдың жалпы проблемасы COVID-19 вирусына байланысты таңдадым десем қателеспеймін. Өйткені алда-жалда елімізге осындай қатерлі де қасіретті мол вирус немесе осындай қасіретті мол ауру келіп жатса, еліме өзімнің оқыған-тоқығанымды, көрген-білгенімді
барлығын аянбай еліме қызмет ету үшін, халқымды, Атырау халқын, Қазақстан халқын қорғап қалу үшін, өзімнің титтей де болсын көмегімді тигізу үшін осы медицина мамандығының ішіндегі рентгенология саласын таңдадым. Болашақта осы мамандығыммен халқыма үлкен қызмет көрсетіп, рентгенология саласының білікті де білімді маманы болатыныма сенімдімін. Сәлеметсіздер ме? Мен Аубекеров Алихан, Исатай Тайманов атындағы номер 27 орта мектептің 10 сынып оқушысымын. Мен таңдағалы отырған мамандық ол дәрігер. Дәрігердің ішіндегі жүрекке операция жасайтын дәрігер. Мен бұл мамандықты таңдаған себебім, мен кішкентай кезімнен армандап осы алдыма мақсат қойдым. Сол 7 сыныптан бастап биология пәніне қызығып, оның ішіндегі анатомия саласына өз қызығушылығымды тудырып, ынталанып іздене бастадым. Содан соң адамның жүрегінің қызметі тағы да басқа рөлдері қызық бола бастады. Сол осы 10 сыныпта өзім жүрекке операция жасайтын дәрігерді мамандығына түсуді өзіме алдыма мақсат қойдым. Осы елімізде осы күнге дейін 1,5 миллионнан астам адам осы жүрек ауруына шалдыққан. Сол кісілердің құттай болса да өзім жазып кетуіне септігім тигізіп, сол кісілердің рахметін, разылығын алу үшін өз көмегімді барынша тигізіп келеді. Осы Атырау облысында дүниеге келген білікті дәрігер ғалым, Қазақстан медицинасының докторы Бинеш Жарбосынов атамыз, сол кісінің де жолын қуғым келеді. Сол үшін осы дәрігер болуды шештім. Мен Шакибалиева Алсу, номер 27 Исатай Тайманов атындағы орта мектептің оқушысымын. Қазіргі таңда мен 11 сыныпқа қадам басудамын. Көп қойылатын сұрақтардың бірі кім болғың келеді, қандай мамандық таңдайсың? Мен бұл сұрақтардың жауабын кішкентайымнан білемін. Мен дәрігер болғым келеді. Бұған түрткі болған менің анам. Анам мені кішкентайымнан жұмысына алып барып, барлығын түсіндіріп, барлығын көрсететін. Мен анама қатты тамсана қарайтынмын. Маған анамның жұмыс жасағаны, адамдарға көмек көрсеткені барлығын айтын. Сол сияқты мен де адамға көмектесіп, жанына батқан жерін емдегім келетін. Ендігі кезекте дәрігер мамандығының қай саласын таңдадыңыз десеңіз, мен кардиология саласын таңдадым. Неге? Себебі менің отбасымда жүрегі ауыратын жандар аз емес. Мен оларға қаншалықты қиын екенін түсінемін және көзіммен көрген болатынмын. Сондықтан да мен кардиология саласын таңдадым. Мен тек қана жақын жандарымды ғана емес, басқа да ауыратын жандарға көмек көрсеткім келеді. Медицина саласы өте ауыр жұмыс. Оны шын ниетпен, шын көңілмен таңдау керек деп ойлаймын. Себебі дәрігердің мойнында үлкен жауапкершілік тұр. Кейде адамның өмірі дәрігердің қолында болатын жағдайларда болады. Бірақ мен осы таңдаған жолымнан қайтпаймын. Мен дәрігер болғым келеді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ретбаева Алданай Қамбарқызы, номер 27 Исатай Тайманов атындағы орта мектебінің 2021 жылғы бітіруші түлегі боламын. Мен өз мектебімді бітірген соң стоматология бағыты бойынша жұмыс жасағым келеді. Медицинаға байланысты яғни. Мен осы стоматология бағытын таңдаған себебім, өйткені мен 2018 жылы өзіме брекет салдырған болатынмын. Ол брекетті салдырған соң менің сол мамандыққа қарай қызығушылығым арта бастады. Гранттан қанша балл жинау керек, қандай пәндерді жақсылап оқу керек деген секілді. Мен осылардың бәрін жинақтап білдім де, әрі қарай өзімді сол салаға байланысты өзімді дайындай бастауға кірістім. Болашақта мен өзімді осы стоматология бағытының беделді де білімді маманы ретінде көргім келеді. Мінекей достар, Бинеш Жарбосыновтың үздіксіз ізденіске толы өмірімен таныс болдыңыздар. Және де мектеп түлектерінің медицина саласын таңдауда өз ойларымен бөлісті. Әлемді жаулаған COVID-19 инфекциясын ешкімді бейжай қалдырмады. Осындай сын сағатта бірінші кезекте ақ халатты абзал жандар өзгенің өміріне араша түсіп жүрген дәрігерлер бейбіт күннің батырлары болып есептеледі. Кемеңгер Дана Абайдың атамыздың сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан деген қасиетті сөзі өз мақсатымызға жету үшін бізге зор мүмкіндіктері жол ашады. Ендеше мамандық таңдаудағы жарылмай, өз өміріміздің бір кірпішін дұрыс қалауымызды тілектеспіз.